Мінекей шабалап тұр. Мына қазақтың енді сатқын қызы шабалап тұр. Мына бір дүкенге ешқандай қазақ алматылықтар келмеңдер. Шабалап тұр. Анасындай емес, әжесіндей апаға шабалап тұр. Сіз ұялмайсыз ба? Ораза айы, бұлар да мұсылман. Ораза айында ұялмайсыз ба? Осылай сізге қолдарыңыздан келмей ма? Қараңызда отырыңыздар. Магазин ашып алыңыздар, қолдарыңызда кесіз. Сен сатқын қызсың. Сен Қазақстан Республикасында қазақ тілі болмасын деп жұмыс істейсің. Мінекей, мына қызды қазақстандықтар, алматылықтар, мінекей тілін сатып, ұлтын сатып, мінекей мына түріктер ма, кімдер қазақ тілін мойындамайтын 3 жыл бұрын айтыпты, қазақ тілінде болу керек. Қазақ тілінде бір сөз жоқ. Былтыр тіл қорғаны 1 жыл бұрын видеоға түсіріп алған. Барлық жаңағы блогерлар түсіріп алды. Барлық жарнама, барлық бағамдар тек қана Ресей Федерациясының тілінде. Разделка говядины, тағы да бірдеңе түрік тілінде. Қазақша ештеңе жоқ. Мінекей жаңағы сатқындар, жаңағы қыздар солай сатып жатыр өзінің мемлекетінің тілін, ұлтының тілін. Мінекей мына басқаларға басынуға беріп жатыр. Мінекей осындай масқара болып жатыр бізде. Масқара болып жатыр. Мына бір кісі жаңа көк курткадағы айғай шу шығарды да біздің қазақтың жігіттерін кеудеден итеріп шығарып жерді. Мінекей, түрін көріп алыңыздар. Осындай масқара, осылай ұлтаралық қатынасқа сына қағу, осылай жанжал тудыру, мінекей осылай қазақтың ашу-ызасын тудыру болып жатыр бізде. Siz dürüst yemezsiniz. Мінекей, мынандай дүкен, мінекей дүкен, Hürmet göstermeyesiniz. Siz özünüze hürmet göstermeyesiniz. Айналайын, мінекей. Солай болмаса керек. 3 жыл бұрын қазақтың түкірдіңіз. Қазақстан Республикасының азаматымын. Каждый второй sizin gibi Неге қазақ тілі жоқ? Қазақ тілі бар. Қай жерде? Қазақ тілі бар. Мінекей сатқын қыз көріңіздер тағы да. Мінекей. Ақша сұрап, Роза Бейсенбайтегі ақша сұрап отыр. Мінекей, ешкім осы ақшаларыңды осы дүкенге саудаламаңдар.